ашық сабағымыз, яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көрсеткіштік функция және оның қасиеттері және графигі деген тақырып. Енді бұл тақырып бізде 2 сағат бұл тақырып, яғни біз алдыңғы сабақта теориялық білімді өткен боламыз, ал қазір біз балалармен практикалық тұрғыда жұмыс жасаймыз. Енді жаңағыдай бір есепті берейік сіздерге. Жолаушының бір ешкісі және бір капустасы, бір қасқыры бар екен. Оғашта сендерге. Осыны айтады бізге қайық арқылы, 2 орындықты қайық арқылы оны барлығын қалай өткізуге болады дейді. Барлығымыз оқып отырса, қалай өткізуге болады? Ойланып қойшы қандай керек? Жоқ. Ең бірінші ешкіні өткізіп аламыз, одан кейін барып, қайтадан барып, қасқырды алып келіп, ешкіні қайтадан ары жаққа барып, капустаны апарамыз да, одан кейін қайтадан барып ешкіні алып келеміз, өзі бәрі келеді. Жақсы, рахмет, дұрыс. Бәріңіз ондай жауап ой қалыптасты ма еле? Жауапты айтқаннан кейін ойларым бұзылып кетті ме сразу? Қалай? Дұрыс қой, иә? Мен бір санды ойладым дейді. Ойлаған санға 1-ді қостым, қосымдан 2-ге көбейттім. Көбейттімден 4-ге бөлдім, бөлдіден 3-ті азайттым, менде 1 шықты. Менің ойлаған саным қандай? Қаншасын дұрыс? 7. Ойлаған санға 1-ді қостым, оны 2-ге көбейтіп, 4-ге бөлдім, одан 3-ті алдым, менде қаншасы шықты? 7 ма? 7-ні қосып көрейін ола. 7-ге 1-ді қоссаң 8, 8-ді 16, 4-ге бөлсек 4, 4-тен 3-ті алсақ 1. Жақсы, рахмет, дұрыс. Жақсы. Ендеше үй тапсырмасын тексеріп алайық. Үй тапсырмасын тексеру үшін барлығымыз жетіп кет бағдарламасына кірдік. Мен неге жүріп қойдым, уже кіріп дайын шығарсың, иә? Соған кірейші да, мына тапсырмаларды орындайық. Көрсеткішті функция жайында барлық тақырыптар, яғни мен 6 сұрақ алдым. Сендерге 2 минут қана уақыт берем. Сол 2 минутта барлығын орындап болайық. Яғни кім көп ұқпай жинайды, сол жеңіске жетеді. Одан бұрын бұл жерде сендердің, яғни білім сапаларын толық көрсетіліп тұрады. Яғни қай сұрақты көп жақсы білесіңдер, қай сұрақты жақсы білмейсіңдер, соның барлығы пайыз ретінде шығып тұрады. Неме қосын келгірді. Ал ендеше бастайық. Ендеше бізде кім екен? Пейіл 14 тонның жауап. Енді мына көре салайық. Қанша сұраққа жауап берді, қанша сұраққа жауап берген жоқсын, соны толығымен білуге болады. 50%, яғни кейіннен көрсеткен функцияның негізі қасиетін салып қойған, ол бізде сендер білетінсіз почти 33%. Бізде қанша оқушы қатысты? 4-еуға қатыспай, 1-еу ғана қатысты почти. Сол себептен бұл өсіп шығып тұр. Жақсы. Ендеше үй тапсырмасына мен толық теореманы, яғни теориялық бөлімді берген болатынмын. Соған сәйкес мынау істемей қалғандықтан сұрақ қояды, сол сұраққа кім жауап береді? Жақсы ма? Қарайық, көрсеткішті функцияның графигі өспелі екендігін біз қалай білеміз? Яғни оны қандай шартқа сүйенеміз? Егер сан 0-ден кіші. Қол отырып айтайық. Егер 1-ден үлкен болса, онда өспелі екендігін. Өспелі. Ал келмелі екендігін кім айтады? 0-дан үлкен 1-ден кіші болса келмелі. Келмелі функция болады. Жақсы. Тағы да енді бізде қарайық, егер бұл теңсіздік түрінде келетін болса, яғни ол бізде 0,25-тен 4, 0,25-тен 6 болатын болса. Келмелі бойынша. Бұл бізде, ол жерде салыстыратын болсақ бізде қайсы үлкен, қайсы кіші болады? Келмелі бойынша. Біз қандай шартқа сүйенеміз? Біз дәрежесіне қараймыз. 0-дан үлкен 1-ден кіші. Болған жағдайда оның дәрежесі кішісі үлкен болады. Жақсы, дұрыс.
Жалпы осылай болған, иә? Жақсы. Ендеше бүгінгі сабақта біз нені меңгереміз? Бүгінгі сабақта біз осы кесте арқылы әртүрлі көрсеткішті функцияның графиктерін салып, сол арқылы осыны түрлетіп толықтай үйренетін боламыз. Соған сәйкес салыстыруды теңдеуді шығаратын боламыз. Барлықтарына бағалы параны қарап берейін. Бағалы параны әркім өз аттарын жазасың. Әр өз атын жазады да осыған қалғанын қойып отырасың. Яғни бұл жерде барлық сендердің жасайтын іс-қимылдары толығымен көрсетіліп тұр. Ескерту барлығы бар. Ендеше бірінші тапсырмаға көшейік. Бірінші тапсырма бізде қарап отырсақ, қазір кітаптың ашайық. Бірінші тапсырма. Y-тен f(x) функциясының графигін салыңдар. Яғни 4 функция берілген, осы функцияның графигін саласыңдар. Осы алдарында тұрған параққа осыған салып, потом бұның анықтауы болсын, мәндер болсын, және де бұның геогебрада толықтар кескімсі. Көрейік қазір. Кім кепсек? Марат, сенікі 5-шісі. Сен 5 аласың. Одан кейін. Жоқ, мен егер аласы oldu mu? Жоқ, қарам. Сөресі кетті бізде Арсенге екіншісі. Саған екіншісі болды. Арсенді алып тастадық. Енді бізде 3 орын шығарал және 3 есеп қалды. Бейінге бірінші есеп. Қалай оңдаттыш? Жақсы. Бейін қалыптсызда да енді Марон мен Ерал ғана бар. Қанекей? Кім қайсына алады деп ойлайсыңдар? Все, түсінікті, 4 Ералынікі. Бізде Марал қаншаны алды? 3-ті алды. Қанекей шығарайық? Тақтаға шығарам деп отырмын, мен шығарайыншы тақтаға деген. Шығар. Онда сен өз орнына отырып шығарып бересің. Сізді потом бірінші қандай амалдарды жасайсыңдар? Бірінші не істейсіңдер? Кім айтады? Есеп шығарған кезде. Тұр ғой, дискрет тұр ғой. Қандастан? X пен Y-ке мән береміз. X-ке мән береміз. Кесте ұрамыз сосын? Өспен тегін. Жақсы. Функция графикін салып. Сосын географ бағдарламасында кескіндік тексереді. Бұл бізде 7 минутқа берген тапсырма, сондықтан тезірек орындап тастайық. Кепсік қой. Уақыт кетті, почти бізде 5 минут уақыттарың болды ғой. X функциясының графигі. Бұл бізде қандай функция? Өспелі функция. Оның қайтып анықтадым? X-ті Y-ті Жоқ, өспелі екенді қайтып анықтаймыз. Қандай шарт қолданымыз? Нөлден үлкен? Жоқ, бізде кемеді. Нөлден кіші? Жақсы. Жарайық. Ағаймен болды. Olma? Geografi falan salınma. Толықтай сал, мынаны өзің тексер, потом мына жерден барлығын орындасаң, мына бағымды қоясың. Кеттік. Кім болды тағы? Не болды? Анда қандай функциясын? Өспел функция. Шексе, жақсы. Салайдар. Бірінші Сенде қандай функция
төрт х функциясы жақсы. 2х функциясы. 0-ден 3х жақсы. Енді осы тағы да қайта түрлендіруге болады. Осы функцияны қайта тағы да түрлендірсем болады. X дәрежесінде. Жақсы, оны қайта жасаймыз. Біз минус 4 дегеніміз 10-ға қарай бір кілетті жылжытамыз. Жақсы. Ал плюс 2 дегеніміз жоғары қарай 2 кілетті жылжытамыз. Сонда біздің графигіміз былай болып шығады. Жақсы. 2 бірлікке жоғары шығады, бірақ сәл мынамен мына жерде тұрады, графикымызда мына жерде. Жоқ. Мынау сенде 2 бірлік жоғары тұр, демек мына бойы мынайға апарасың, мынау сенде қисылатын кесілді ортаға басасың. Ол жақсы. Сонда бізді жазылатындар. Дұрыс. Келесі. Нөмір облыс қаншаға тең болады? 3х. Жақсы. Демек сен өзіңе бабыңыз қойып отыра береді. Сендер ана үй тапсырмасына жауап осы жақта берді. Демек барлықтан бір бабы кім жауап берді? Академиялық аралық сақтаймыз. Нөмір кемінде. Жақсы, бұны не салсын? Екі бал ойнаймыз ғой. Жоқ, үй тапсырмасын алдынан өзір қазір тексерем. Берген жағда қайтып түрлендіруге болады. Осы графиканы қалай болады? Все, дұрыс. Жақсы. Ананы түрлендірші бана, қайтып келмелі функция меншікстіктен 3х сен кіші. Сен оны жаққа салып жүрміз, хорошо. Сәйкесінше барлық болып түрлендірдік. Дискриптіға сәйкес болғанда, Бұны кескіндерін біліп, өзінің 2 балды байлар. Қайсы? Мен график. Бөлігімін алдың ба, онда сен өзінің 1 балды қойасың. Мына дұрыс сен түрлендірдің, а сол дұрыс 2 балды қойды. Бірлесін просто. Сен мұны қойдың, геогебраға салдың ба? Көрсетші соны. Тура осы нұсқамен шықты ма, осындай кемлері болды ма? Қайсы? Сен ана жаққа көрсет, сен өзің 2 балды қойдың ба? Все, жақсы. Жаңа сен үй тапсырмасы жауап бердің ғой. Көрсет, бір балды. Сен жауап берген жоқсың үй тапсырмасына. Үй тапсырмасына. Жақсы. Әркім өз бағасын қойсын. Одан кейін біз 2-ші тапсырманы бастайық. 2-ші тапсырманы біз тоже скиллер әдісімен анықтап алайық. Яғни бұл бізде жұптық жұмыс ретінде жүреді. Жұптық жұмыс қазір бізде 5 оқушы болғандықтан екі оқушыға бір есептен берем, и Маралға өзі жалғыз есеп берем. Кешті қой. Демек, бұл әдісті тоже алайық та, біз сразу таңдап ала береміз. Бір аласыңдар ма? Жақсы, кеттік. Бірді алыңдар, екіні алыңдар. Ал Маралға. Мынандай күрделі функция берілсін. Осы күрделі функцияны сен графиканы толық салып шығу керек. Қазір осы салғандарына толықтай өздерін айтып беретін боласың ұшықпен. Мынау және енді ғой, бағалау парағында тапсырмаларын толығымен тұр. Соны ашып қарым. Қарап отырмыз ба? 2 бөліп 0 2. Жақсы. Орнына қойып болсақ, мына бір жағынан графикін саламыз, потом Біздің неміс. график.
Нормально кешке значит нормально кезде. Графигін саламыз ғой. Иә. График саласына дәптерге жазыңдар барлығы. Ипотека 0,24 плюс 3. Сол сен уақытта 5 минут болған уже 3 минут уақыттан кетті. Сенде берген функция қандай? Ертең 2x плюс 3 минус 3. Мына жерде плюс 3 болғаннан кейін ол деген астына солға қарай жылжиды, ал минус 3 болғаннан кейін астына 3 рет түседі. Жақсы, сонда бізде Содан кейін анықталу облысы. анықтау облысы минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін, мәндер облысы минус 2-ден плюс шексіздікке дейін болады. Жақсы. Сенде 3 сөйтіп. Все бұл сенің өзіңе барлығы. Қайсы график түсті? Қазір график қалды. Берілген функциялар өспелі ме, кембелі ме? Келмей. Кімдікі кембелі, кімдікі өспелі ме? Қай жақтікі? Біздікі кеммел ақ. Сенің қайсысы біріншісі ғой? Біздікі ақ. Кетпеді ме қазір? Неше естікпен? Есепте болғанымыз мынау. Сосын біз 3 клетка қосылған 3 болғаннан кейін жоғары қарай 3. Аха, дұрыс. Сосын бізде кеммен андай функция шықты. Оның бізде анықталу болғысы плюс минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін. Аха. Ал бізде мәндер жиыны плюс 3-тен плюс шексіздікке дейін. Плюс 3-тен дұрыс. Сені шығардың ба? Шығарған. Жақсы, бағаланып қойыңыз. Функциясы бірінші мән таптық, иә, жақсы. Сосын? Минус бүтін минус 5 бүтін короче оны үлгермей қалды. Онда 1 балл ма? 1 балл қойыңыздар. Жақсы. 1 баллдарымды алдым бәр. Бағаларын бәріміз қойып отырмыз. Демек, үшінші тапсырмаға көшейік. Үшінші тапсырма бізде сандардың салыстырында тоже спиннің өлмен 5 тапсырманы алайық да тексеріп алайық. Бізде қазір мына жерден кітапты ашайық. Кітапта бізде бұл тапсырма үшінші. Яғни бұл жерде сандарды не істеу керек дейді? Салыстыру керек. Яғни бұған қандай қасиет қолданасыңдар? Қандай қасиетке баса назар аудару керек? Нөлден өткен. Жақсы. Өспеліне келмей кеткен. Бірінші сеп. Не болды? Марат, сенікі бірінші сеп. Ала ғой. Біріншісі емес па? Шығара бер. Келесі, екі. Көріп, қайсы деген. Кейін, төртінші сеп сенікі. Төртінші ғой. Салыстыруын қажет, соны толықтай. Қазір үшті өз, сосын екіні өлсе, қаланы өзі береді. Арсен 5 алады. Арсен 5 алады, сәйкесінше Ерал мен Архан бар алады. Неге өңішті болады? Ерал үшінші барады екісі кетті. Салыстыру үшін не істейсіңдер бірінші кезек? Қандай қасиет пайдаланасың? Жақсы. Біреуіміз тақтаға шақты шығарайықшы бір күнден қанша алып. Яғни 1,8 пен 8-дің 3 дәрежесі және 2-ның 3 дәрежесін салыстыруымыз қажет. Қайт салыстырыңыз? Жақсы. Бұған қандай қасиет қолданады?
Смаржан үлкен бірден. Ол біз енді 0,10 емес болып кетей ма? Жоқ, А жоқ, кішкентай емес не істеді? жоқ, сіз қай естіп жатсыңдар? Өспелі функция болса оны. Өспелі функция болса қалай? өспелі функция болса Негізі үлкен аламыз. Ал егер де кемел кемелі болса кішкентай ең кішкентай. Ең кішкентай. Жақсы. Енді бұның шартын маған жазшы. Шартын. Бәрінің шартын жазып есеп шығармай көрейік. Шарты қандай болады? Шарты. Сенікі 2 бүтін деп тұр. Бүтін нормально. 2 бүтін деп тұр. Демек 2 бүтін болатын болса, біз білеміз көрсеткіштік функцияда, яғни бірден үлкен болса, ол бізде оны қайсы аласың енді? Сен дұрыс жазып қойып енді ең соңғысы сен бірінші мынаны сен сал, мынаны сен сал деп екеуін келісіп алсаңдаршы, потом шығарып салсын. Тамшы сал. Ол бізде 6 минутқа берілген уақытта уақытты санасып жасап берген. Жат X-ті табасың. X-ға мен білет жүрсің. Мынада мысалы -2 бөлгенде мынау жақшаған -2 деп -1 бөліп мынау тағы да жоғары сызылады ғой, иә мынау? Шет ал мынау былай жоғары шығады. Демек қанша нүктеде қиын? 2 біреу, 2, 3. Жоқ, мына график қиылысу нүктесі. Қиылысу. Біреу, 2. 2. Жақсы. Амен бір. Екеуін бірінші шықты ма? Тақтаға айтайықшы шығып, сызып жүр. Қалғандары біткенше екеуін сызып қойып. Бізде x минус 3 ол қандай функция? Сызықтық функция, иә, ол жағында. Сол функциядан бізде қалай? Жақсы. Қиылысу нүктелері? Ана екеуі қиылысы. Жақсы. Амен бұл деп қиылысы. Амен бұл деп қиылысы. Айтайықшы енді, қайта орындады. Не істеді? Қандай қасиетке сүйендік? Айтайық. Біз ең бірінші мұның x және x-ін егер тауып алдық. Кестесін салдық. Сосын біз ең бірінші 4/1 x-тің графикін салып алдық. Ол бізде қандай график екен? Бұл бізде кемелі. Себебі оны қайтып анықтадық кемелі екенін. Бұл 0-ден кіші, 1-ден үлкен. 0-ден үлкен, 1-ден кіші. Кеш жатын сендерген. 0-ден үлкен, 1-ден кіші. Жақсы. Екінші бізде функция, бұл сызықтық функция екен. Бұнда бір x және y кестесі арқылы тауып алдық. Сонда бізде бұл графикті a және b нүктелеріне қиып өтеді.
Жақсы. Нольмен ана дұрыс ашып қойдым. Рахмет. Балаларды қоя беріңдер. Мән беріп алған. Одан кейін оның мән бергеннен кейін өзінің координаталық жазықты салдым. Одан кейін мән берген сол мән жерге оттарын қойып, графиканы сызып алдым. Одан кейін ол жерде егер дәрежесі +1 болса, бізде солға қарай бірлеп жабылдайды, ал -1 болса, төменге қарай бірлеп түседі. Сонымен 2 графика шықты біздер. Жалпы негізі бұны орындау үшін біз бірінші не сызып алып, мынаны сызып алып, одан кейін жалпы 3 графика шығу керек, жалпы. Ұлттық құндылыққа байланысты осы қазіргі беріледі. Қазіргінің ішінде сендерге әртүрлі есептер беріледі. Осы есептерді жылдан және нақты маған жауабын айтып берсеңдер. Көрсетіп қой. Бұл жеке жұмыс ретінде алайық. Мен өз есептерімді қайсына қарап ояндың ба? Жеткіреміз. Мынау үшін екі есептің біреуі салыстыру керек па? бері ала болады. Қазір саған береміз. Мынаның функцияның жалпы сызбайық, сразу маған графика қалай орналасатындығын тез айтып бере қойшы. Бізде берілген функция қалай? 2,5 x минус дәрежесі x минус 1 плюс 2. Жақсы, бұл қалай бұл? Өспелі бұсына себебі? Себебі бұл 0-ден кіші, 1-ден үлкен. Бұл өткен 0-ден кіші, 1-ден үлкен функция. Бұлттан сондықтан бұның... Қойшы, 0-ден кіші ол кіші қойды? 0-ден үлкен, 1-ден кіші. Жоқ, 1-ден үлкен болып тұр. 1-ден үлкен, 1-ден кіші. Сен кешінші айтып тұрсың бар ғой? 1-ден үлкен болып жақсы айтады. Сондықтан бұл өспелі функция болады. Сосын? Дәрежесінде -1 болғандықтан бұл 10-ға қарай 1 клетка жылжимыз, ал +2 болғандықтан жоғарыға 2 клетка жылжимыз. Қалай? +2 ма? Дұрыс. Жақсы. Бұл бізде соңғысы ма? Соңғысы бізде. 0,35-тен x дәрежесі қосылған 3. Жақсы. Мен функциям кемімелі болады, себебі ол 0-ден үлкен, 1-ден кіші болады. Жақсы. Сол себепті менде кемімелі және де +3 болғаннан кейін ол солға қарай 3 рет істейміз. Солға қарай 3 рет болады, сосын деген ол да тоже кемімелі болады. Мен құр салыстыру ғой. Салыстыру. Онда қандай қасиетке сүйеніп отырсың? Сол қасиеттер бойынша. Үлкен 0-ден үлкен, 1-ден кіші болған жағдайда оның дәрежесінің кішісі сол үлкен болады. Сенікі, Мұрат? Қалай? Сазан сөйлетпесін. 4y-тен 4x плюс 3 деген функция берілді. Маған 4x-тің графигі түскен кезде өспелі болып шықты. Жақсы, сосын? Ал плюс 3 бізде минус кемі болды. Плюс 3 болса, сол график қалай қарай орналасады? Плюс 3 болып тұр. Кім айтады? Плюс 3 болып тұр. Плюс 3. Жоғары клетка 3 клетка. Жақсы. Мұрат өзіне 1 балл қоясың, қалғандар 2 балл қоясың. Әркім өзін бағаласын. Баға шығарайық, потом маған өтінді қағазды. Қанша сен екен? 10 балл. Сен 10 балл алып, саған келсем, жақсы 8. Сағаннан келсем, сен қанша болды? 2, 4, 8. Жақсы. Айттым ғой, сонда сізде қанша шығады? Жоқ, үй жұмысына 1 балл. Үй жұмысына 1 балл. 9 болды. 9 балл. Дұрыс па? 9. 8. Жақсы. 10 балл шықты. Маған өткізбей ме? Маған беріңіз. Достой Бастай мені толық айтып бердім. Мен сілтеме жібердім, соған кері байланыс керек. Бірақ та сілтеме соған кері байланыс керек. Sonra bir sağımız ayaktayız. Panel tahtası var. İlerinin sonra açılmış, sonra caz vermiş mi? Kömürüne çıktı diyor. Bugün sabah geliniz dedi. Жақсы.
андай нақты айтатындар жоқ па, нақты? Мен осыны үйрендім. Осы тақырып маған толық түсінікті болды дейді. Кім соңғы қалды ма? Кім алды? Бар ма? Вот так. Марат, сонымен сабағымызды аяқтаймыз. Функцияны үйрендім. Жақсы. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Баршаңызға рахмет. Үй тапсырмасына беремін кітап бойынша 6-да 12-ші есеп. Яғни онда сіздер функцияның толық графигін саласың. Яғни түрлендіру арқылы f(x) пен g(x)ті түрлендіріп бір график тасып шығасың. Жақсы.